Сәлем достар, біз бүгін сіздермен жапондық десерт моти жасаймыз. Видеом ұнаса, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Ең алдымен бізге жабысқақ болып келетін күріш ұны қажет. Бірінші ұнымызды табаға салып, үстіне қант ұнтағын саламыз. Және де краситель бояғыш зат. Менде қызыл түсті болды. Бояғыштың түсі маңызды емес. Сол себепті кез келген түсті пайдалансаңыздар болады. Үстінен су құйып, венчиктің көмегімен жақсылап араластырамыз. Араластырып болған соң пищевой пленкамен жауып, пышақпен әр жерінен тесіп, микроволновкаға 1-1,5 минутқа қоямыз. Қойып алдық, тағы да бір рет жақсылап араластырып, бетін жауып, қайтадан микроволновкаға 1-1,5 минутқа қойып аласыздар. Қойып алдық, қамырымыз осындай қою болып шығады, және қамырды толықтай суытуды ұмытпаңыздар. Енді кукурузды крахмалымызды сеуіп, соның үстіне дайын болған қамырымызды түсіреміз. Осындай майда бөліктерге бөліп алдым. Крахмалға аунатып, қолдың көмегімен видеодағыдай жайып шығасыздар. Осылай жайып шықтым. Начинкасына мен творожный сырмен қант ұнтағын араластырып, және қасына банан қостым. Сіздер басқа да фруктыларды пайдалансаңыздар болады. Дәміне қарай, маған банан қатты ұнағандықтан өзім бананды пайдаландым. Бірінші творожный сырымызды осылай саламыз, видеода көрсетілгендей, және банан. Сосын соңынан қолдың көмегіне жүгініп, осылай видеодағыдай біріктіріп шығамыз. Осылай шығатын біздің мотиіміз сонымен дайын. Менің рецептіме міндетті түрде жасап көріңіздер, қыз келіншектер өкінбейсіздер. Каналыма тіркелуді де ұмытпаңыздар.